Садреддин мен Рафаэльдің арасындағы жекпе-жекке болжам жасаймыз, ардақты ағайын. Кеттік. Ассалаумағалейкум, соққы арнасының сүйікті көрермендері, жекпе-жек десе ішкен асын жерге қоятын көрермен, сіздермен бірге Өзтемір Әзіретханұлы. Құрметті достар, біз білесіздер, YouTube'пен айналысамыз, және келіншегім де YouTube'пен айналысады, және сіздерден бір өтініш, келіншегім Әсерлі әдебиет деген арнаны жүргізеді. Сол арнаға кішігірім қолдауларыңызды білдіріп қойсаңыздар. Төмендегі бірінші комментке сілтемесін қоямын, сол жерге кіріп аудиокнигаларды тыңдай аласыздар, және парақшаға да тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Садреддин Ахметов ақыры жекпе-жекке оралды. Екінші дыханиясы ашылды ғой, былай келген кезде. Аллаға мыңда бір шүкір, кезінде 18-19 жасында 2 жылдың ішінде 10 жекпе-жек өткізіп тастап еді. Ай сайын жекпе-жек өткізетін кездері де болған. Енді бір осы жігіт араға бірнеше жылдар салып қайтадан мінекей рингке оралуда, және дәл сол бұрынғы белсенділігі де бірге оралуда. Сондықтан біз Садреддин үшін шын жүректен қуаныштымыз. 13 желтоқсан Америка құрама штаттарында Головкиннің бұрынғы промоутері Том Лефлердің ұйымдастыруымен бокс кеші өтеді, және сол бокс кешінде біздің Садреддин Ахметов жекпе-жек өткізеді. Және жекпе-жектегі қарсыласы мен оның шама-шарқы қандай болады, болжамын бәрін қазір талқылаймыз. Ең үлкен жаңалық бұл Абель Санчестің Садреддин Ахметовті жаттықтыруы. Енді ресми директорге назар салатын болсақ, ешбір жерде ресми тренері ауысқан жоқ, тек дегенмен қосымша дәл осы бірнеше жекпе-жектерге ғана бірге жаттығуға көнгені көрініп тұр. Енді өзінің айтуы бойынша да мәлімдемесінде де Садреддиннен Головкиннің бойында бар күш-қуатты көрдім деп отыр. Енді ол рас, шынымен де тонна ұратын орта салмақтағы мықты жауынгеріміз. Негізі бірінші орта салмақта жұдырықтасады Садреддин Ахметов. Дегенмен соңғы 2 жекпе-жегінде осы орта салмақта жұдырықтаспақшы. Енді салмақ қуу мәселесі кішкене қиын болып жатқан болуы мүмкін. Бірінші себеп. Немесе екінші себеп, Том Лефлердің өзі әдейі осы орта салмақты қыздыру мақсатында орта салмақта ертерек чемпиондық белбеулерге жол ашылатындығын білгендіктен бәлкім осылай жасап жатқан шығар. Бірақ менің өз ойым, енді бұнда біздің фаворитіміз бар, Мейірім Нұрсұлтанов, және чемпионымыз бар, Жәнібек Әлімханұлы. Сондықтан бұл жігіттер өз мақсаттарына жетіп болғанға дейін Садреддин Ахметов бірінші орта салмақта жүре бергені мен үшін енді дұрысырақ еді. Яғни жанкүйер үшін. Үшеуі бірге келіп қалатын болса, енді кішкене мәселе болып қалады. Ал кеттік. Садреддин Ахметов қазақ солдаты деген есімі бар, 26 жаста. Бұл уақытқа дейін 14-0 деген рекорд жинаған, және оның 12-сін нокаутпен ұтқан, мүлдем жеңілмеген, жеңілістің дәмін білмейді кәсіпқой бокста. Және салмағы бірінші орта салмақ 69 кг, 154 фунт. Және бойының ұзындығы 172 см, ал қолының құлашы 175 см. Дене бітімі жалпы канелоға келеді, иықтары жалпақ, стилі панчерлік стилді көбірек қолданады, яғни нокаутқа көбірек жұмыс жасайды. Және мексикалық стилді өзіне бойына сіңіре алған, яғни соққыны толассыз қысымдар арқылы жасай алады. Және оңай боксшы. Бұл уақытқа дейін Таиланд президент кубогының егері, Қазақстан президент кубогының егері 2017 жылдары 69 кг, және 2016 жылы өткен жастар арасындағы әлем чемпионы. Дәл қазір жастар арасында әлем чемпионаты өтіп жатыр, дәл сол секілді. Сондай чемпионатта топ жарған 69 кг, одан кейін ересектер арасында өткеннен кейін бірден түсінген, алдында Асланбек, Абылайхан сынды ағалары бар болғандықтан, бұл жерде маған әзірге орын жоқ екен. Мен кәсіпқой бокста өзімнің ойып тұрып орнымды қалдырайын. Қазірден бастап айналыссам 15 жылдық карьерам болады ғой, кем дегенде деп кәсіпқой боксқа өткені дұрыс болған. Себебі осындай жарқын манердегі өте бір перспективный боксшы ғой, былай келген кезде. Ғаламат боксшы да, соққылардан мығым, стилі де керемет, жарқырап тұрады рингте. Осындай стилі бар боксшыларды қалай ұнатпайсың. Енді қарсылас жайлы айтайық. Рафаэль Игбокве. Трайбл деген есімі бар, яғни проблема деген, яғни мәселе деген лақап аты бар. 32 жаста, 92 жылғы орта салмақта, яғни 160 фунтта жұдырықтасады. Бойының ұзындығы 178 см, қолының құлашы да 178, және 17 жеңісі бар, 5 жеңілісі бар. 17 жеңісінің 7-еуін нокаутпен жеңген, ал 5 жеңілісінің 2-еуін нокаутпен ұтылған. Тең нәтижесі жоқ. Солақай боксшы 2023 жылы қазан айында ең соңғы жекпе-жегін өткізген, және қарсыластардың арасында негізі 5 жеңілісіне қарап, 2 рет нокаутқа түскеніне қарап менсінбей қоюға болмайды, себебі екі өте мықты қарсыластар болған.
Біріншісі ол Сергей Богачук. Қазір білесіздер, ол мықты қарсыластармен шықты. Кеше ғана Вирджил Ортестен жеңілген болатын, бірақ оған дейін енді белбеуге іліккен мықты жігіттердің бірі еді, украиналық. Және сол жігіттен нокаут құламаған, өте мықты, яғни раундтарды соңына дейін жеткізген. Және тағы бір мықты қарсыласы ол өзбекстандық Исраил Мадримов. Исраил Мадримовпен де енді терезесі тең жекпе-жек болмаса да раундтардың соңына дейін апарған, яғни нокаут құламаған. Бұның өзі Садриддинге үлкен бір қызық жекпе-жек болатындығы сөзсіз, үлкен тәжірибе болатындығы сөзсіз. Садриддинге бір оңай қарсылас емес, бұған дейінгі қарсыластар секілді. Негізі бір салмақтың ішінде мынау бір атақты біреумен шығып үлгерген, енді қатты қиналса да сондай біреумен шығып үлгерген адамдармен шыққаны жақсы ғой негізі. Мысалы Хайме Мунге деген спортшыны білесіздер, дәл сол Головкиннің, Канелоның шыққан қарсыластарының артынша бірінен кейін бірін солармен шығып отырған негізі. Соның арқасында Мунгияның өзінің де танымалдылығы артты. Бұл да негізі Америкада жақсы бір жолдардың бірі. Осындай бір жолдарды жүріп өту арқылы чемпиондыққа тезірек жетуге болады, танымалдылыққа тезірек жетуге болады. Мысалы, Камил Шереметамен шықты Головкин, артынша кімде Мунгияда шықты. Деревянченкомен шықты Головкин, артынша Деревянченкода шықты. Енді өзінің күшін де бір жағынан біліп алады да, Головкинге шамасы жетеді, жетпейді деген сияқты. Дәл сол секілді бұл жігітте Рафаэльде енді бірнеше мықты жігіттермен жұдырықтасқан екен. Яғни осы Рафаэльді Садриддиннің қалай жеңгеніне қарап, оның алдағы осы Сергей Богачуктың деңгейіндегі, Исраил Мадримовтың деңгейіндегі боксшылармен қалай жұдырықтаса алатындығын бір сәт сезініп көруге болады жалпы. Ал жалпы жекпе-жекке келетін болсақ, менің ойымша енді 10 раундқа жоспарланған жекпе-жек шамамен 6-7 раундтарда аяқталады. Себебі солақай боксшылар енді жақсы дистанцияны ұстай алмаса, қысымға көбірек шыдай алмайды. Яғни бұл жерде өзі де қысым жасауға шебер спортшы екен, яғни Рафаэльдің өзі алдыға қарай көбірек жүреді, екінші нөмірге түсуге қатты асықпайды. Яғни барынша қарсыластың ыңғайы келсе, бірінші нөмірмен жұдырықтасуға тырысады, ал Садриддин ол білесіздер ешқашан екінші нөмірге түсуге тырыспайды. Ол үнемі бірінші нөмірде, үнемі қуалаумен, алдыға қарай танк секілді тоқтамай қысым жасаумен жекпе-жекті өткізеді. Және осының арқасында ол оң қолдарымен жақсылап тұрып сабайды ғой негізі. Сол қолы да мықты жалпы, екі қолы да тонна ұрады ғой негізі, өте мықты жігіт. Сондықтан мен нокаут болатындығына кәміл сенімдімін және Садриддинге нокаутпен жарқын жеңіс тілеймін. Жеңіп болып, шошаңдап тұрып қуанғанын қалаймын. Сіздер де өздеріңіздің тілектеріңіздің барлығын комментарий жазыңыздар, қандай болжамдарыңыз бар, оны да жазыңыздар. Және Садриддиннің алдағы уақытта кіммен шығуы мүмкін, қай салмақта қалады, осы сұрақтарға да сіздер өз нұсқаларыңызды жазып қалдырыңыздар. Бүгін Қазақстанның бокс күні 29 қазан. Осы күнмен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Енді 3 айға жуық уақыт болыпты сіздермен бірге болып жатқанымызға. Ары қарай да бірге үлкен белестерді бірге бағындыра берейік. Шығарылымдарымыз көп болсын, жақсы шығарылымдарымыз, жақсы жаңалықтарымыз көбейе берсін. Қазақстан боксы алға қарай өрлеп дами берсін. Қазақтың соққысы әлемді бағындырсын. Алға Қазақстан!